Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай түрік тәттісі манник реванниктің рецебімен бөлісемін. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Комнатный температурада тұрған 3 жұмыртқаға 250 грамм қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Қанты еріп, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді алдын ала жылытып қойған айранды сол массаның үстіне құямыз. Манная крупаны салып, бір келкі болғанша араластыра отырып, одан кейін ұнды електен өткізіп саламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осындай қоюлықтағы масса шығады. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне массамызды құйып, шет-шетін тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз. Егер аса тәттіні ұнатсаңыздар, үстіне қант пен суды езіп, сироп жасап құюға болады. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Өте жұмсақ әрі дәмді пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер пирогтың биік болғанын қаласаңыз, форманың көлемі кішісіне пісіріңіз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Міндетті түрде жасап көріп, менімен бөлісіңіздер.